Мына гинекологиялық орталық болған ғимаратты, ол да енді жалпы жаңа ғимарат, өздеріңіз білесіздер, роддомға қарама-қарсы тұрған көп қабатты. Соны біз медициналық колледжға береміз. Біздің студенттер білесіз, үш әртүрлі ғимаратта оқиды медицина колледждер. Енді болашақта бәрі сол жерде оқитын болады, жаңа ғимарат. Болашақта осы біздің кадрларға дайындауға, сапалы дайындауға, жаңа қондырғылар алып беруге сондай шешім жобасын дайындап қойдық. Ал бұрынғы перзентхана, қазіргі істеп тұрған перзентхана, ол жерде балаларды оңалту орталығын ашу қазір жоспарға қойдық. Сонымен қатар қазір біз кеше Қазақстан халқына деген қорымен Болат Жамишев келді. Сол жерде өздеріңіз естігендей, жаңа туған нәрестелерді скрининг жасау, көз көру мен құлақ естуін. Бізде ондай қондырғанда ондай оборудование жоқ. Оны егер уақытында біліп, дұрыс уақытында емін берсе, олар болашақта жаңағы асқынып кетпейді ол ауруы. Мамандардың айтуынша, егер де біз оны бұрыннан бері қойсақ, көптеген қазір бүгінгі күні жас өспірім балалардың көзі дұрыс көрмейтін, құлағы дұрыс естімейтін ауруға шалдыққан балаларды уақытында емдеп, оған болдырмауға болар еді. Сондықтан осындай қондырғыны бізге Қазақстан халқына қоры қазір береді. Мүгедекке шалдыққан енді ерекше балалардың бүгін кезінде 10 жыл бұрын, қателеспесем 11 жыл бұрын ашып едік, Аялы Алақан деп, осы 6-шы микрорайонда. Бүгінгі күн өте тар. Балалардың 18 жасқа дейін, 18-ден үлкен жастарды олар қабылдамайды. Ал ата-аналар балаларынан шыға алмай, жұмыс істей алмайды. Білесіздер, оларға көмек ретінде ашқанбыз, сонда кеңейту, жастарына байланысты кеңейту, қазір оған шешім қабылдап, қазір кеңейту қосымша қаламызда қанша қажет, екеу ме, үшеу ме, оған да жұмыс істеп жатырмыз.